Бердібек Соқпақбаев, балалық шаққа саяхат. Менің жауым Жанбосын. Жиын-терін қарға араласып, әрең бітті. Астық деп қарбаласқан айқай-шу басылды. Мектептің тарс бекілген есігі қайта ашылды. Кішкентай жез қоңыраудың шыңғыр-шыңғыр еткен сүйкімді дауысы бізді талайдан бері бос қаңырап қалған классымызға қайтадан шақырды. Аузын ашса, ғылым мен білім, неше алуан қызғылықты әңгімелер фонтанша атқылайтын Сағатбай мұғалім өзінің құтты орнына қайтадан келіп отырды. Бұл күнді менің қалай сағынып күткенімді сіз білсеңіз етті. Мен сабақтан қалмауға тырысушы едім. Әлдебір себеппен қалып қойсам, ол күн мен үшін ең бір қайғылы күн. Сағатбай неше алуан қызғылықты жаңа әңгімелер айтты. Мен оны ести алмай қалдым-ау деп өкініп қасірет жұтам. Жақсы оқыған баланы мұғалім де жақсы көреді, жаман оқысаң жаман көреді. Батырханұлы Жанбосын нашар оқушы еді. Көбейту кестесін айта алмай, түйедей боп шатып бытып тұрады. Бердібек, сен айтып жібер, дейді мұғалім. Мен орнымнан тұрар-тұрмастан Құран оқығандай заулатам. Екі жерде 2-4, екі жерде 3-6, екі жерде 4-8, екі жерде 5-10, кідіріп-мүдірместен 9 жерде 10-90 деп бірақ тоқтаймын. Жарайсың деп мұғалім мені риза болып мақтайды. Қатарымдағы Жанбосын әлі отырмай түрегеп тұр. Сағатбай оны көзге шұқып: мынаны қара, сенен жасы да бойы да кіші, ал сен оның қасында өгіздейсің, ұялмайсың ба дейтін. Мен мақтағанға мәз болып Жанбосынға сенен асып кеттім бе дегендей қутың-қутың қараймын. Жай кез болса ол мені иығымен қағып аяғымен тапап кетер еді ғой. Ал қазір өте алмайды, маған деген қыжылы ішінде болады. Сабақ бітсін, үзіліске шығайық, мен сенімен сонда сөйлесем дегенді Жанбосын көз қарасымен білдіреді. Сабақтан тыс жерде мұғалім жоқта ол менің итімді шығарады. Ойнаған боп басымнан тоқай алып, құлағымды созып, жерге аунатып, мойныма қар тыққыштап істемегенді істейді. Жанбосын екеуміз сондықтан да жау едік. Ит пен мысық тәріздіміз. Ол мені өле алмай жүріп, одан асқан білгіштігім үшін, тілімнің кейде оны шағып алатын қыршаңқылығы үшін жек көреді. Жанбосынды менің жек көруім үстіндегі киімнің бүтіндігі үшін, аяғындағы менде жоқ бұжыр табан әдемі бәтеңкесі үшін. Балалар мектепке қалталарына әртүрлі тамақ салып әкеліп, үзіліс кезінде малжаңдап жеп жүретін әдет бар. Көп жұрт қуырған бидай әкеледі. Қалталарына бұрқыратып талқан салып әкеліп, үзіліске шыққанда ауыздарына уыстап құйып жүретіндер бар. Жанбосының алып келетіні аппақ ақ нан. Үзіліс кезінде анадай көрнекі оқшау жерде тұрып, әдейі біздің көзімізді қызықтырып, баппен шайнап жей бастайды. Біз оған көңіл аудармаған боламыз, қарамауға тырысамыз, бірақ қарамау қайда? Көзі құрғыр, еріксіз бұрылшақтап түсіп кете береді. Ауызға бір кездерде жеген ақ нандардың дәмі келіп, сілекейіміз шұбырады. Біздің бұл халімізді қаскөй Жанбосын өте жақсы біледі. Осыдан соң онымен қалай жау болмассың? Мен Батырханның баласы болып тумағаныма өкінетін едім. Батырханның баласы болып тусам ғой, әдемі киім киіп ақ нан жеймін. Әлгінде Жанбосын жеген ақ нан сабақта отырғанда да көзіме елестеумен болады. Тапа-тапа ақ нандар менің түсіме де кіреді. Апам есік алдында көң жағып көмбеген нан пісіріп жатады. Маған жей қой деп үлкен етіп үзіп береді. Мен қаужаңдап жеп жатам. Ояна кетсем түсім, ішім удай боп ашып кетеді. Көзімді тез қайта жұмып, әлгіндегі ақ нандарды қайтадан іздеймін. Бірақ амал қанша, ақ нандар сол жоғалғаннан ғайып боп жоғалады. Аузымда дәмі, ойымда сырқыраған өкініші ғана қалады. Ересек жігіттер не істесе, Жанбосын бәрін істейді. Мұғалімнен жасырып шылым шегеді. Әкесінің папиросынан ұрлап алатын болуға керек. Түтінді аузынан сақинаша дөңгелетіп, лек-лек етіп шығарып бізді таң қалдырады. Бір күні ол: мен түтінді құлағымнан да шығара алам деді. Шығаршы. Ол үшін біреуің аузымды қолдарымен басып тұрыңдар. Мен басайын дедім. Жанбосын түтінді ішіне толтыра сорып алды. Мен алақаныммен оның аузын бастым. Екі көзім құлағында. Құлақтың тесігінен түтіннің сыздақтап шыға бастағанын көргенше асықпын. Сеніп тұрмын. Кенет қолымның сырты тыз ете қалды. Ойбай! Балалар ду күлісіп жатыр. Сөйтсем Жанбосын алдаған екен. Қолымның сыртына темекінің шоғын басып алыпты.
қолымның терісі кәдімгідей қызарып қолдырап күйіп қалды. Әлгінде сасық қолқа Жанбосын шебер болатын.